Сәлем сөздің анасы демекші, сөзімді сәлеммен бастағым келіп тұр. Армысыздар, құрметті әділетті жалына ту еткен әділ қазылар. Мен Риддер қаласының номер 16 орта мектебінің 9 сынып оқушысы Алтынбек Құпиян. Менің отаныма менің бастамам атты республикалық ғылыми жобалар байқауындағы менің таңдап отырған тақырыбым Қазақстанның 7 кереметі. Менің отаныма менің бастамам атты республикалық шығармашылық жобалар байқауына қош келдіңіздер. Жобамыздың мақсаты және міндеттері: Қазақстанның бірегей табиғи және тарихи нысандарын таныстыру арқылы еліміздің мәдени мұрасын дәріптеу, тарихи жәдігерлері мен табиғи нысандарын зерттеп, оларды 7 керемет ретінде жүйелі түрде таныстыру арқылы еліміздің бай мәдени мұрасын дәріптеу. Менің жобамның тақырыбы Қазақстанның 7 кереметі. Қазақстанның 7 кереметіне таңбалы тас петроглифтері, Маңғыстаудағы жартасқа салынған мешіттер, қазақилығымыздың нақышын келтіріп тұрған киіз үй мен домбыра, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Қазақстан жерінен бірнеше мәрте табылған алтын адам және қазіргі заман талабына сай бәйтерек монументі. Енді мен осы сайыстың ережелерін оқыған кезде идея ұсыну керек дегенді оқып қалған болатынмын. Идея ұсыну керек болатын болса, онда неге біздің Қазақстанымыздың 7 кереметіне Берел қорымын қосып 8-ші керемет етіп атамасқа? Берел Алтайдың алтын босағасы. Берел қорымы Шығыс Қазақстан облысы Катон-Қарағай өңірінде орналасқан, біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырда келе жатқан сақ дәуірінің бірегей мұрасы. Қорықтан табылған заттар және қазіргі жағдайы. Берел қорымының қазіргі жағдайы мәз емес деуге де келеді. Себебі ол қазір жай ғана мұражай. Сақ дәуірінен қалған мұралармен жабдықталған. Алайда, осы бұл Берел қорымын 7 кереметке жатқызу үшін ары қарай да дамыту керек деп ойлаймын. Мысалға, қазірде Берел қорымын ішіне кірсек, заттарын қолмен ұстап, көзбен көріп, жүрегімізбен сақтардың тарихын сезіне алатындай жағдайда емес. Сол үшін де бұны мен Берел қорымын дамыту идеяларын сіздерге ұсынғым келеді. Біріншісі әрине цифрлық музей. Қазіргі цифрлық заман дамыған жағдайда VR көзілдірік пен QR аудиогидтер арқылы сақтар дәуіріне виртуалды саяхат жасау. Екіншісі этнотуризм. Қорық маңындағы инфрақұрылымды жасатып, яғни бұл қорымды бір зәулім сарай ретінде қалыптастырып, қасына жас археолог және ежелгі қолөнер орталықтарын ашсақ. Үшіншісі брендтеу. Қазіргі брендте болған барлық нәрсе сұранысқа ие. Берелді Қазақстанның Алтайы бренді ретінде халықаралық көрмелер мен деректі фильмдер арқылы әлемге паш етсек. Алтайдың асқақ қойнауында ғасырлар бойы сақталған ұлы құпия бар. Бұл Берел. Берел қорғандарынан табылған жәдігерлер сақ дәуірінің терең мәдениеті мен дүние танымын айшықтайды. Әрбір бұйым тарихтың тірі айғағы. Берел жаңа дәуірге қадам басуда. Ол заманауи технологиямен жабдықталған, ғылым мен білімді тоғыстырған ірі орталыққа айналмақ. Мұнда тарих тек көрсетілмейді ме, ол сезіледі. Әрбір келуші өткен дәуірдің тынысын өз көзімен көріп, жүрегімен ұғынады. Берел халықаралық ғылыми орталыққа айналып, көшпелі өркениетті зерттеудің жетекші алаңына айналады. Мұнда болашақ ғылымы өткенмен үндеседі. Берел өткеннің ізі ғана емес, ол болашаққа бастар ұлттық құндылық. Тарихты сақтау, ұлттың мәңгілігін сақтау. Бағанағы жасанды интеллекттен бөлек мен Берел қорымының макетін жасаған болатынмын. Макетті таныстыра кететін болсам, жүгек пойыздар, ұшақтар. Қазір де көптеген туристер Қазақстанымыздың ірі қалаларына, түкпір-түкпіріне келіп жатады. Алайда сол қалалардан Шығыс Қазақстан облысы, яғни дәл осы Берел қорымына таситын жолдар мүлдем жоқ. Егер де осындай жүгек пойыздар, ұшақтар болса, біздің Берел қорымына таситын жолдар, әкелетін жолдар көптен болар еді. Туристер көп келіп, туризміміз дамиды еді. Және сол туристердің келіп маған осы обаларды тамашалағаны, мұражайларды көргені бір үлкен үміт сыйлар еді. Және одан бөлек, егер туристер келетін болса, онда оларға әрине аймақ керек. Мен болашақта осындай болар деген сеніммен киіз үй, яғни қазақтың ұлттық нақышы бойынша осындай киіз үйлердің қонақ үйлер жасаған болатынмын. Және осындай 13 жерден ат тұратын мұражайлар. Ішіне кіріп, көріп, қолмен ұстап тамсана алатын бір мұражайлар болса. Орта айта кететін болсақ, Берел Радуловтың бастамасымен табылып, Самашевтың еңбегімен әлемге танылған органикалық жәдігерлермен құнды бірегей ескерткіш. Самашевтың өзі зерттеу кезінде қойнауы құпияға толы Берел қорғандары деп айтқан болатын. Қойнауы құпияға толы болатын болса, онда неге Берел қорымын 8-ші керемет етіп қоспасқа? Берел тек қазынбақ орны емес, бұл біздің тарихымыздың тірі мұрағаты.